днем рождения поздравляю, пожелания тебе. Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман, армысыз, аманбысыз, сіздермен жаныма жақын жандар құттықтау жобасы арқылы біргеміз. Апта жағымды жаңалықтармен толағай табыстарға толы болсын. Бүгін 10 наурыз. Ауа райы керемет, көктем лебі көңілдерге қуаныш ұялатады. Мерекелік көңіл-күй әйел қыздарымыздан әлі де болса алыстағаны жоқ. Мерекеден мерекеге жалғасуда. Осы сәттен пайдаланып, аналарды, ару қыздарымызды халықаралық әйел қыздар мерекесімен құттықтаймыз. Жаныма жақын жандар құттықтау жобасы сіздерді қуантуға асығатын бірегей бағдарлама екенін есіңізге сала кетейін. Микрофон алдында Эленора Жүсіп қызы әнмен әрлейтін Мұхтар Мұрзақұловтар өзінің жеке төл мерекесін тойлап жатқан жерлестерімізге тосын сый жолдауға әркез дайын. Ендеше уақытты көп созбай, туылған күн иесімен байланыс жасап көрелік. Бұл кісі кім дерсіз? Бізді тыңдауға бет бұрсаңыз, туылған күн иесі кім екенін жақын минуттарда біліп аласыз. Құттықтауды жолдағандар біздің тұрақты жанкүйерлеріміз десек те болады. Жарасбай аға мен Назира апа. Ендеше қоңырау соғып көрейік. Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, Жұмагүл әпке. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы. Көңіл күйіңіз ше? Жақсы. Бүгінгі туылған күніңіз құтты болсын. Рахмет. 59 жасқа толыпсыз. Жаңа жасыңыз және бір рет құтты болсын. Рахмет. Мен жаныма жақын жандар құттықтау жобасының тілшісі Эленора Жүсіп қызы боламын. Құттықтау бағдарламасына. Бүгінгі қуанышты күніңізде сізге ортақ болуды, көңіліне түйген достарыңыздың құттықтауын жолдауға бел будық. Туылған күніңізге ерекше сыйлық жасауды, яғни құттықтау жобасында әуе толқындар арқылы сізді құттықтауды кім жолдаған болуы мүмкін? Енді кластастарым, қызларым шығады ойлаймын. Әрине, жаныңызға жақын жандар арасынан бұл кісілер. Өзіңіз айтасыз ба, айтайын ба? Ойыңызға кім келді, кімдер? Дұрыс айтасыз, дұрыс таптыңыз. Бұл кісілер сіздің достарыңыз Жарасбай аға мен Назира апа. Рахмет. Қуаныштысыз ба? Рахмет. Мүмкіндік берсеңіз, сізге достарыңыздың құттықтауын жолдасам. Қымбатты досым Жұмагүл, туылған күнің құтты болсын. Осы күні қандай жағдай болмасын, ешқашан бас тартпауыңды, ал арманыңды іске асыру үшін өз мақсатыңа табанды түрде баруыңды тілегім келеді. Әрине мен көп денсаулық, сәттілік, шыдамдылық, өркендеу тілеймін. Өмірде әрқашан адал, сенімді достарың жаныңда болсын. Саған тек жағымды және әдемі уақиғалар болғанын тілеймін. Молшылық, табыстар, жақсы адамдар жаныңда жүрсін дейді. Өмірде достық жолы қиын дейді. Досқа кім жақсы тілек тілемейді. Аңсаған арманыңа бақытпен жет, осы ғой достың досқа тілейтіні. Арманың алатаудай биік болсын, қиялың тұлпарыңдай жүйрік болсын. Бақытың тау суындай таусылмасын, өмірде шын достық сенде болсын. Орындалсын арманың мен тілегің, әрқашанда соға берсін жүрегің. Бақытты бол өмірде әрқашанда, осы менің саған айтар тілегім, деп жолдайды Жарасбай аға мен Назира апа. Жүрек жарды тілектерін және өмірде мұңайма, жасыма, тек қуанып, жадырап, аман есен ортамызда жүре бер, достығымыз мәңгі болсын дейді. Міне достарыңыз Жарасбай аға мен Назира апаның ізгі тілектерін жолдадық. Енді құттықтау иелеріне сіздің айтарыңыз болса тыңдаймыз. Рахмет, Назира, Жарасбай, рахмет құттықтауларыңа. Тамаша шықты.
Жұмагүл апа, және бір туған күніңіз құтты болсын, туған күніңіз көңілді өтсін, адал достарыңыз көп болсын. Сау болыңыз, саламатта қалыңыз. Рахмет сізге.